байтақтамасы бүгінде 130-дан артық ұлт өкілдеріне отан болған. Сол себепті де 1 мамыр халқымыздың бірлігі күні болып есептеледі. 1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі. 1995 жылдың басында дүниежүзіне бірге болып отырған ұлтаралық татулық пен тұрақтылықтың болуы. Қазақтың симфония әдісімен өтетін боламыз. Өздеріңіздің топтарыңызға байланысты бір зат есім, 2 сын есім, 3 етістік, 4 сөзден тұратын сөйлем, 5 антоним olur. Сіздерге достық. Топтасып жұмыс істейміз. Бізге белгілі сөз достық, бізде ең алғашқы есім жолдастық деп аталды. Екісінің есімі жазу керек болды. Екісінің есімі адалдық пен бірлік. 3 жыл етістігін алдыңға құралған соң достасу, серпілісу. Достық, сыйлық, байлық, сыйласу, едікіске бірдей. Ал бізге антоним Өзгесінің кеңдігін өлшеп жатпай өзгелер жерден бүгін оңай ғана ұғындырып байқайын, болмашы бір белгілеп айтайын. Қысты күні бөлмеңізде пеш қызып көрінгенде сол қызылдан кеш қызып жанған отқа сүйсіне зер салыңыз. Қазақстан көмірі деп таныңыз. Туралғанда ақмандықтай өлкелер түспеймен еске астық еткен өлкелер. Соның бірі Қазақстан таныңыз. Соның наны жеген осы наныңыз. Дастарқаннан наттай қызыл алманың қол созғанда таңдап бірін алғалы Қазақстан тей көріңіз. Бауырым, өсіруші алғаның ең дәуірің, сағайызда сақын таңын ақпанда, адам қызын ағаштырып